тәубе ету ешқашан кеш емес. Егер біз осы істеріміздің қате екенін түсінсек, мен енді не істеймін деген ойға баратын болсақ, әлбетте Алла субхана тағала тәубе ету керек. Көптеген адамдар, мен таза емеспін, мен қалай мешітке барамын деген сөзді айтып жатады. Сөйтіп айналшықтап мешіттен қашып жатады. Ал адам намаз оқымай, тәубе етпей, мешітке келіп, басын сәждеге қойып, Аллаға құлшылық етпей, ол адам тазармайды ешқашан. Сол үшін де осындай бір күнә істерді істеп жүрген адамдар болатын болса, әлбетте тәубе есігі иншалла әлі ашық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде адамның жаны алқымына келгенге дейін Алла субхана тағала тәубесін қабыл етеді дейді. Сол үшін де иншалла сол осы уақытты пайдаланып, тәубе етіп, қателігімізді мойындап, иншалла ақиқатқа, исламға қайтып жатсақ, иншалла ол кеш емес. Сол үшін де ол мешіттен қашпай, керісінше мешітке келіп, жамағат намазына қатысып, Алла субхана тағаладан кешірім сұрап, тәубе етейік. Кейбір адамдар айтады, мен күнә істеп қойдым, қалай мешітке барамын. Күнә істеп қойған адам керісінше мешітке келу керек. Бір адам, мен аурумын, қалай ауруханаға барамын деген сияқты сөз. Бір адам, мен бірінші тазалануым керек намаз оқуым үшін дейді. Ал сіз денеңіз кір болса, ваннада суды ашып қойып, мен бұл суға түсу үшін бірінші тазалануым керек дейтін болсаңыз, ол әлбетте ол ақылға сыйымсыз нәрсе. Сіз қашан сол ваннаға түсесіз, сол кезде тазарасыз. Сіз қашан мешітке кіресіз, сіз сол кезде тазарасыз. Сіз қашан Аллаға тәубе етіп, басыңыз сәждеге қоясыз, сол кезде иншалла ақиқат табасыз, сол кезде тазарасыз. Иншалла Алла субхана тағала сол кезде сізді әртүрлі өзінің жаратылысы болған әртүрлі жаратылыстардың жамандығынан да сақтайды. Сізді еш нәрседе қыспайды. Иншалла жолыңызда ашық болады. Көкірегіңізде де Алла субхана тағала тыныштық ұялатады. Яғни сіз иншалла екі дүниенің бақытына қол жеткізесіз.